Бүгінгі видеомыз тек қана айемгі дін, буддизм хақындағы гүрің емес. Бұл пікірлер каруанлардан да тезірек жүрген Ұлы Жібек жолының құмлы талшықтары бойлап саяхат. Бүгін біз сізбенен бірге Қаратөбенің жаңғырықлы үңгірлеріне кіріп, Зурмаланың гербіш аспанына назер таслаймыз. Үнсіз мүсінлер хамде фрескалар тіліменен сөйлеп атырғанын тыңлаймыз. Және де дәл Орта Азия, әсіресе бүгінгі заманауи Өзбекстан аймағында Хиндистан, Иран хамде Греция соншелі араласып кеткен Будда бірінші мәрте адам кейпінде осы жерге еніп, жер есінде мөрленіп қалды. Бүгін біз апуайы сөз қалай етіп тасқа сауда жоллары болса философия жолларына айланғанын бақылаймыз. Ахметлісі біз бүгін буддизмді жат қонақ емес, ал өз тағдирлерінің ажыралмас бөлегіне айландырған адамлардың тарихына назер таслаймыз. Бұл Жайхон Жойбарының сіз күткен кезектегі саны. Білім суына сүңгуге таяр болсаңыз, біз басладық. Біздің эрамызға шекемгі 6-5 әсірлерде арқа Хиндистанда пайда болған буддизм дәслеп Будда Шакьямуни атыменен белгілі болған Сиддхартха Гаутаманың талиматына ерген кіші жәмәттің діні еді. Оның азап ақыретлерден құтылу хамде рухи камалатқа ерсуге бағдарланған талиматы асти ақырын дәслеп Хиндистан ярыматау аймағында. Соңынан болса әдеуір ұзаққа жайылады. Біздің эрамызға шекемгі дәслепкі әсірлерде буддизм мәдени хамде сауда алмасу процесслеріне тартылған хам бұл харекеттің ең ахметлі бағдарларынан бірі Орта Азия аймақлары болған. Бұндай жайылудың себеплері де тосаттан емес еді. Яғни аймақтың географиялық жайласуы оның цивилизациялар түйіскен жеріне айлануына тикар жарата алды. Сондай-ақ біз бүгін Ұлы Жібек жолы деп атайтұғын үлкен каруан жоллары Қытай, Хиндистан, Иран хамде жер орта теңізі жағалауларын байланыстырған және де осы жоллар арқалы жібек, татымлар, қымбат баға металлар хамде кезлемелер менен бірге философиялық идеялар және де діни сенімлер хамде көркем дәстүрлерде тарқалғанын айта аламыз. Біздің эрамызға шекемгі 4-ші асырде Александр Македонскийдің жүріслерінен соң Бактрия һәм Сагдиана жерлерінде өзіне тән мәдени орталық қалыптасып, онда эллинлік, иранлық һәмде хинд элементлері үйлесті. Грек-Бактрия патшалығы һәм оннан кейінгі Грек-Хинд патшалығы Олимп құдайлары һәм жаңа шығыс сенімлерінің тоқнасу майданына айланды. Дәл осы дәуірде буддизм дәстүрі һәм эллинистік дүние арасындағы дәслепкі байланыстар орнатылды. Нәтижеде зерттеушілер грек-буддизмлік деп аталатұғын өзіне тән көркем мектеп Гандхар өнері жүзеге келді. Бірақ буддизмнің Орта Азияда кең тарқалуында шешуші басқыш біздің эрамыздың 1-ші асырында құрылған Кушан империясы болды. Кушанлар Қытайдың арқа-батыс аймақларынан көшіп келген Юэцжи қауымлерінен келіп шыққан болып, Бактрияда орналасқаннан соң өз дәуірінің ең құдіретлі мемлекетлерінен бірін дүзді. Арқа Хиндистан хамде Гандхарадан баслап Орта Азия хам далаларға шекем болған жерлер, олардың хүкімранлығы астында болып, Кушан империясы шығыс пенен батыс арасындағы хақиқи көпірге айланды. Дәл осы жерде буддизм мемлекет тарапынан қолдап қуатланып, аймақтың барлық ірі қалалары һәм оазислеріне жайылды. Хиндикуш һәм Памир таулары арқалы Бактрия һәм Тохарстан жерлерінде рахыблер, зияратшылар һәмде насиятшылар кіріп келді. Эрамыздың 1-2 асырлерінде бұл аймақларда дәслепкі ірі Будда орайлары пайда болады. Құбла Өзбекстан, әсіресе айемгі терміз әтрапы. Буддизм мәдениеті ең айқын көрінетұғын Ахметлі Ноқатқа айланады. Әне осы жерде Қаратөбе һәм Файзтөбе монастыр комплекслері құрылған. Сондай-ақ жаңа діннің бар екенлігін білдіретұғын ұлы құрылыс, піскен еріпштен салынған Зурмала ступасы бой тікілеген. Археологиялық қазылмалар соны көрсетті. Қаратөбе тек қана ғибадатхана комплексі емес, ал
үңгіл бөлмелері, медитация заллары, ішкі хаулелер һәм мұқаддес естеліклерді сақлау орынларын өз ішіне алған бүткіл монастыр қаласы болған. Оның дивалары Кандхар көркем өнері дәстүрлерінде әсленген фрескаларменен безелген. Текшелерде болса Будда һәм Бодхисаттва мүсіндері жасалған. Басқа монастыр орайы Паяз-төбе өзінің бай көркем безеклеріменен ажыралып тұрды. Фрескалар буддизм афсаналарындағы сахналарды сәулелендірген. Мүсіндер болса хинд һәм эллинистік формалардың нәзік үйлесімін білдірген. Бұлардың барлығы буддизмнің регионға тек қана кіріп келмегенінен, ал оның мәдени тоқмасына айланып, жергілікті көркем дәстүрлерді байтқанынан һәм өзгертіп жібергенінен дерек береді. Буддизмнің тарқалуы ұлы жібек жолыменен тығыз байланысты еді. Орта Азиядан өткен каруанлар тек материалдық өнімдер емес, ал жаңа идеяларды да алып келген. Саудагерлер менен бірге мұқаддес текстілер һәмде естеліктерді алып жүрген рахиблер де әрекет еткен. Яғни сутралардың аудармалары әсіресе әсте ақырын жергілікті тілдерде пайда бола бастады һәм өзінің іспілерменлігіменен танылған соғд саудагерлері буддавилік идеяларын Қытайға жеткеруге тек арғы дәлдәшке айланды. Айне соғдилар себеплі буддизм Турфан, Дунхуан һәмде Чананда тарқалды. Және де соғдилардың өзлері болса 7-8 асырлерге тиесілі сутралар аудармаларын қалдырды. Бұл болса олардың буддизм дәстүрлеріне терең байланыстылығын көрсетеді. Сонымен бірге Сагдиананың өзінде буддизм үстем дінге айланбады, бірақ ол сауда диаспораларының рухи тұрмысына шекем кіріп барды. Буддизмнің Орта Азияға кіріп келуіндегі тек арғы өзгешелік оның жаңа шариғатларға бейімлесе алуы еді. Эллинистік көркем өнеріменен ұшырасқаннан соң ол грек-бактрия мәдениет үшін әдеттегі болған адам денесін суретлеу формаларын өзлестірді. Нәтижеде тарихта бірінші мәрте Будданың антропоморфлық суретлері пайда болды. Буддизм Иран культілеріменен өзара тәсірде жаңа нышанлар һәмде суретлерменен байпарды. Солай етіп Орта Азия мәдени синтезінің өзіне тән лабораториясына айланды. Бұл жерде хинд дінінің әрқилы халықлар үшін түсінікті һәмде жақын болуға ұқыплы универсал құбылыс қалыптасетұғын еді. Бұл жерде хинд дінінен әрқилы халықлар үшін түсінікті һәмде жақын болуға ұқыплы универсал құбылыс қалыптасетұғын еді. Өзбекстанда табылған археологиялық естеліктер бұл процестің көлеміне күмән қалдырмайды. Терімізден тысқары буддизм ізлері басқа жерлерде де ұшырасады. Мәселен, Ферғана ойпатындағы Айемгі Қуада археологлар 7-ші ғасыр ғибадатханасын қазып тапты. Бұл жаңа сенімнің кең тарқалғанлығын көрсетеді. Бұндай табылмалар буддизмнің жергілікті құбылыс емес, ал үлкен аймақларды қамтып алған бүткіл бір рухи система болғанлығын тастиқлайды. Белгілі миссионерлер һәм аудармашылардың жеке тұлғасы да ахметлі рөл ойнаған. Орта Азия арқылы Қытайға Кумаражева сияқлы шақсылар саяхат еткенлігі мәлім. Ол буддизм кісілерінің Қытай тіліне ұлы аудармашысы, соғд ақсүйегі һәмде Кушан маликасының ұлы еді. Оның өмір баяны Орта Азия тәминлеген мәдени алмасудың нышаны болып табылады. Ол көп тілі орталықта өскен хинд һәмде соғд дәстүрлерін өзлестірген, кейін ала Қытайда буддизмнің тек арғы тарқатушыларынан біріне айланған. Бұндай мысаллар аймақта буддизм абстракт құбылыс емес, ал адам тағдиры һәмде өмір баянының бір бөлегі болғанлығын көрсетеді. Солай етіп жаңа эраның дәстепкі әсірлерінде ақ Орта Азияда буддизм жер жүзлік монархлар дінінен архитектуралық естеліктер, көркем мектептер һәмде жазба дәлелдерге ие болған беккем рухи дәстүрге айланды. Оның Өзбекстанда һәм қоңсы мемлекеттерде бар екенлігі тек қана географиялық шарайт емес, ал Евразия мәдениетін қалыптастырған идеялар ұшырасатұғын макан болған аймақ тарихының ең ахметлі бетіне айланды. Бұл жерде буддизм жаңа тілдерде сөйлесуді, жаңа көркем формаларға кіруді һәм
һәм жаңа халыкларга ашылуды үйренді. Бұл болса оны хақиқи жаһан дініне айландырды. Өзбекстанда буддизмнің бар екенлігі хақында сөз болғанда, оның материалдық дәлелдері, архитектура, мүсіншілік һәмде суретлеу өнері естеліктері бірінші орынға шығады. Бұлар бүгінгі күнде де зерттеушілерді таң қалдырмақты. Айне олар бізге жаңа эраның дәслепкі әсірлеріндегі аймақтың рухи һәмде көркем тұрмысының хақиқи көрінісін жарату имканиятын береді. Олар арасында айемгі Термез аймағындағы ансамбльлерге айрықша ітібар қаратылады. Себебі бұл жерде буддизм өзінің ең жоғары шыңына еріскен һәмде Хиндистан менен Гандхара естеліклеріне теңлесе алатығын мирас қалдырған. Ең дәсірлі комплекслерден бірі болса, Амударияға жақын төбеліклерден бірінде жайласқан Манахлар комплексі, яғни Қаратөбе болған. Қаратөбе өзіне тәнлігіменен ажыралып тұрады. Ол екі түрдегі архитектураны өзінде жемлеген. Жер үсті имаратлары һәм жартасқа ойылған үңгір өжірелері. Бұл жерде монах пікірлеу үшін жалғызлыққа шегіне алған. Сонымен бірге жәмиетлік тұрмыс үшін рауажланған инфраструктура да бар еді. Ішкі хаулелер, дәлізлер, мұхаддис естеліклерді сақлау орынлары, сутраларды оқу бөлмелері. Комплекстің безеулерінде Гандхара көркем өнерінің дәстүрлері айқын көзге тасланады. Диуал суретлерінде Будда һәм Бодхисаттвалар суретленген. Мүсіншілік дәуретпелері болса, дәуірдің тек қана рухи емес, ал эстетикалық идеалында сәулелендірген. Айрым текшелерде реңлі нағыз бөлеклері сақланып қалған болып, олар Орта Азиядағы буддизм ибадатханалары қатаң аскетикалық макан болмағанлығын, керісінше жарқын бояулар һәмде құрамалы нышанлар менен безетілгенлігін көрсетеді. Терміз атрапында жайласқан жер үсті монахлар комплексі Фаяз төбеде үлкен ахметке ие. Оның тек арғы өзгешелігі қазіргі күнге жекем нәзік сызықлар һәм бай рәң-бәреңлігінің ізлерін сақлап қалған ажайып диуал суретлер болып табылады. Фаяз төбе диуал суретлерінде Будда өмірінен көріністер һәм нышанлық мазмұн менен толықтырылған эпизодлар сәулелендірілген. Бұл жерде көркем өнер талиматтың дауамына айланып, философиялық идеяларды апойы адамлар түсінетұғын образлар тіліне аударады. Фаяз төбедегі Гандхара ұсылында ісленген мүсінлер жергілікті өнерменділердің жоғары шеберлігінен һәм Хиндистан менен жақын байланысты болғанлығынан дерек береді. Бұл комплекс зерттеушілер үшін әсіресе қымбатлы, себебі ол Иран, Хинд һәмде жергілікті дәстүрлер өзара араласқан орталықта буддизмлік сюжетлердің бейімлесуін бақылау имканиятын береді. Мұхаддис ландшафтта Зурмала ступасы айрықша ахметке ие болған. Биіктігі 20 метрден аслан болған піскен кірпіштен құрылған бұл үлкен имарат дегіслік һәмде оазислер фонында бой тіклеп, буддизм жамаатының құдіретін көрсеткен. Зурмала Орта Азияның ең айемгі һәм ірі ступаларынан бір болып есапланады. Оның формасы һәм дүзілісі типологиялық жақтан Хинд үлгілеріменен байланысады. Бірақ сонымен бірге жергілікті құрылыс өзгешеліктерінде сәулелендіреді. Ступа ибадат орайы болып қызмет еткен. Оның атрапында діни маресімлер өткізілген һәм зияратшылар Будданың мұхаддис бар екенлігін айне осы жерде сезінген. Бүгінгі күнде Зурмала қарабақаналары күшілі тәсір қалдырады. Себебі бұл аймақ бір уақытлары монастырлар, мұхаддис ступалар һәм ибадатханаларға толы болғанлығын еске түсіреді. Бірақ Өзбекстанның буддизмлік мирасы тек қана терімізбенен шекленбейді. Ең ахметлісі естеліктерден бірі Арха Бактрияда жайласқан Кушанлар дәуіріне тиесілі Далварсын төбе болып табылады. Бұл жерде археологлар мүсінлер һәмде рельефлер менен безелген бүткіл буддизм ибадатхана комплексін, сондай-ақ жергілікті халықтың жоғары дәрежедегі өнерменшілігі һәмде байлығын көрсететін белгілі Далварсын төбе ғазинесі, алтын һәмде күміс бұйымлар топламын тапты. Далварсын ибадатханалары тек қана діни әмелер орайы емес, ал буддизм халықтың күнделікті тұрмысы менен үзіліксіз байланысқан қала инфраструктурасының бір бөлегі де еді. Бұл буддизм мәдениеті жабық монархлық дәстүрі емес, ал жәмиетке терең сіңіп кеткенлігін
дәлелейді. Буддизмнің кең тарқалғанлығын тасдиқлайтын және бір естелік Ферғана ойпатлығындағы Айемгі Кувада табылды. Бұл жерде 7-ші әсірде құрылған буддизм ибадатханасы буддизм өзінің текарғы аймағынан Тахарстаннан Адеур арқаға кіріп барғанлығын көрсетеді. Кува Орта Азияда буддизмнің жергілікті орайлары менен шекленіп қалмастан жаңа аймақларды қамтып алу тенденциясына ие болғанлығын көрсетеді. Бұл естелік аймақта буддизм дәстүрінің бар болуының соңғы басқышларын түсіну үшін айрықша ахметлі, себебі ол ислам қоңсы жерлерге тарқала баслаған дәуірге тура келеді. Барлық комплекслер атап айтқанда Қаратөбе, Паязтөбе, Зурмала, Далбарсын төбе хамде Кува Орта Азия буддизм мәдениетінің көпқырлы һәм бай екенлігін көруімізге имкан береді. Олар буддизмлік мүсіншілік өнері һәмде көркем өнері Хинд, Иран, эллинистік һәмде жергілікті дәстүрлер элементтерін қалай ұйғынластырып жібергенлігін көрсетеді. Олар буддизмліктің апуайы алып келінген дін емес, ал аймақта белсенді рауажланып өзіне тән мирас қалдырғанлығынан дерек береді. Бүгінгі күнде бұл естеліктер тек қана археологлар һәм тарихшылардың зерттеу темасы емес, ал заманауи Өзбекстанның мәдени мирасының ажырамас бөлігі болып табылады. Олар каруан жоллары бойында буддизм ибадатханалары бой тіктеген, зияратшылар һәм тарқатушылар Қаратөбе үңгірлерінен баспана тапқан, Паязтөбе дивал суретлері жарқын реңлерде жайнап тұрған, Зурмала ступасы жаңа рухи күш белгісі сипатында тегістік үстінде көтерілген дәуірлерді естетеді. Өзбекстанның буддизмлік естеліктері жанлы тарих болып, Орта Азия тек қана сауда-саттық кесіліспесі емес, ал идеялар һәм мәдениетлер ұшырасқан, өзара араласып кеткен һәм мың жылдар дауамында із қалдырған, жаңа формаларды жаратқан рухи қарым-қатынас маканы болғанынан дерек береді. Орта Азияда буддизмнің тарихы мәңгілік болмаған һәм ол жаңа эраның дәслепкі әсірлерінде гүллеп жаснаған болса да, ақырын өзінің орнын басқа діни дәстүрлерге босатып берген. Яғни Өзбекстандағы буддизмнің тағдиры бір уақыттың өзінде жеңіс һәмде жоқ болып кету тарихы. Сондай-ақ аймақтың естеліктері, көркем образлары һәмде мәдени ядында жасауды дауам етіп атырған ұзақ мүддетлі мирас тарихы болып табылады. Мәлім болғанындай 7-8 әсірлерде Орта Азия жерлеріне араплар кіріп келеді. Сондай-ақ олардың басқыншылықтары менен ислам ақырын тарқала баслайды һәм ақыр бетінде аймақтағы текарғы дінге айланады. Әсірлер дауамында рухи тұрмыстың орайы болып келген монастырлар ойран болды. Будда жамаатлері кризиске ұшырады. Бірақ бұл процессе бір заматта жоқ болып кетуі деп тарифлеп болмайды әлбетте. Археологиялық мағлұматлар соны көрсетеді. Араб басқыншылығынан кейін бірнеше әсірлер дауамында буддизм орайлары ақырын халсіреп барған болса да бар болып келген. Бір уақытлары жанлы монастыр комплекслері болған Қаратөбе һәмде Фаязтөбе 9-ші әсірге керіп ақырын босап қалады. Бірақ олардың соңғы іскерлігінің іздері буддизм дәстүрлерінің сақланып қалу үшін күрескенлігінен дерек береді. Орта Азияда буддизм терең мәдени өзгеріслер халатына түсіп қалды. Бір тараптан ислам өзінің қатаң монотеистік тәлиматы менен хукымдар дінге айланған болса, екінші тараптан буддизм өз абырайын жоғалтқан болса да, адамлар санасында бек кеміс қалдырды. Аймақта исламласуы өтмішті бүткіллей жоқ етуменен бірге жүрмеді. Буддизм дәуірінде пайда болған көркем өнер, белгілер һәмде мүсіншіліктің көплеген элементтері қайта көріп шығылды һәм жаңа мәдени орталықта өз сәулеленуін тапты. Бұнда Орта Азияға тән болған мәдени синтез һәм мирасқорлық ұқыбы көрінеді. Буддизм тарихында 13-14 әсірлердегі монголлар дәуірі айрықша орын тұтады. Монгол басқыншылықтары көплеген қалалар һәм ибадатханаларды ойран етті, бірақ сонымен бірге олар жаңа діни тәсірлерді алып келді. Монгол элитасы буддизмге ашық еді һәм ол Орта Азияда бұрынғы көлемде қайта тіклене алмаса да, буддизм дәстүрлері хақындағы естелік өзі жаңа түрткі алды. Сол дәуір саяхатшылары,
Соның ішінде Қытай хамде парсы жылнамашылары Маурнахр аймағында буддизм зиярат орындарының ізлері бар екенлігін айтып өткен. Бірақ 14-ші ғасырге келіп, ислам тек арғы діни система сипатында бүткілдей бекемленді һәм буддизм тарихтың бір бөлегіне айланды. Бірақ буддизмнің жанлы діни амелият сипатында жоғалуы оның мирасларының жоғалуын аңлатпайды. Терміз Дальварзан хамде қуа археологиялық естеліктері уақыт өтуіменен ойран болған болса да, бүгінгі күнде бүткіл бір дәуірді қайта тігілеу имканиятын беруші фрескалар, хайкелер хамде ступалар және де ибадатханаларды сақлап қалған. Олар тек қана іліми қызығушылық объекті емес, ал заманауи Өзбекстанның милли ядының ахметлі бір бөлегі болып есептелінеді. Бұл естеліктер мемлекет аймағы азелден дүния цивилизацияларының кесіліспесі болғанын дәлелдейтұғын мәдени көптүрліліктің нышанларына айланды. Көркем өнерде де буддизмлік мирас сақланып қалған. Орта Азияға кіріп келген Ганхара дәстүрі жергілікті пластиканың рауажлануына сезілерлі дәрежеде із қалдырады. Және де терміз хамде Фаяз төбеде жаратылған Будданың антропоморфлық суретлері аймақ үшін жаңалық болып, кейін ала діни контекст өзгерген болса да, көркем ұсылдың өзі көркем өнердің басқа түрлерінде жасауды елге шекем давам етті. Буддизм дәуірінде пайда болған белгілер хамде нақслар кейде кейінгі ислам естеліктерінде де қайта көрініп шығылған формада болса да ұшырасады. Өзбекстанның буддизмлік өтмешінде болған заманауи қызығушылық барған сайын артып бармақта. 20-21 ғасырлерде өзбек, рус, япон, Европа археологиялық экспедициялары Қаратөбе хамде басқа да комплекслерді үйренуді давам еттірді. Табылған дюал суретлері хамде мүсінлер бүгінгі күнде Ташкент хамде Терміз музейлерінде көрсетіліп, милли мәдениетіміз мақтанышына айланбақта. Бұл зерттеулер соны көрсетеді, аймақта буддизм шеткі құбылыс емес, ал Евразияның басқа ұлы дәстүрлеріменен салыстырылатұғын ірі мәдени құбылыс болған. Солай етіп Өзбекстанда буддизмнің жоқ болып кетуі бұл ақыры емес, ал бар болудың жаңа түріне өтуі ғана. Ол жаматлер хамде монастырлардың діні болуды тоқтатты. Бірақ мәдени хамде тарихи кодтың бір бөлегі болып қалды. Оның мирасы археологиялық естеліктерде, музей топламларында, Орта Азияның бір уақытлары дүниядағы ең ұлы діндердің бірінің ватаны болғанлығы ядында жасайды. Бүгінгі күнде зерттеушілер һәм саяхатшылар Қаратөбе қарабаханалары хамде Зулмал ступысында және бір мәрте диққат аударғанда бір аймақтың рухи хамде дүниясының байлығынан дерек беретұғын тарихтың жоғалтқан бетін қайтарып алғандай боламыз. Өзбекстанда буддизм жоғалып кеткен, бірақ өшпес із қалдырған әйемгі дін. Оның жоғалуы тарихтың өзгерушең болуы мүмкін екенлігіне мысал, ал оның мирасы ұлы идеялар хамде образлар ізсіз жоғалмайтұғылығының дәлелі. Олар өзгеріп, har түрлі мәдениетлар хамде дәуірлерді бірден бір тарихи тоқымаға байланыстыратұғын өтмішті еске салып жасауды давам етпекте. Сондай достар, егер бүгінгі видеомыз сізге ұнаған болса, лайк басуды, бізге жазылып қоюды хамде пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаң. Кейінгі саналарда көріскенше саламат болың.